Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 7-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы У әріпінің жазылуы. У әріпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренемін. Мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар қарастырамын. Оларға жауап беремін. 25-ші жаттығу. Әңгімені түсініп оқы. Рауан Абайдың білімдіден шыққан сөз деп басталатын өлеңін оқып отыр. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын білуге көкірегінде болсын көз. Өлең шумағының бірінші, екінші тармақтары түсінікті. Нұрын сырын деген сөздердің беретін мағынасын да шамалаймын. Ал соңғы тармақтағы көкірегінде болсын көз түсініксіз. Көз кәдімгі екі көз, онымен көреміз, ал көкіректегі көз қайдан келген? Әңгіменің авторы Талымбек Әбдірайым. Әңгіме мазмұны бойынша сұрақтарды толтырып жауап беріп көр. Кім өлең оқып отыр? Рауан өлең оқып отыр. Шумақтың қай тармақтары түсінікті? Бірінші және екінші тармақтары түсінікті. Қандай сөздердің мағынасын шамалады? Нұрын, сырын деген сөздердің мағынасын шамалады. Рауанға қай тармақ түсініксіз болды? Көкірегінде болсын көз деген тармақ түсініксіз болды. Көкірегінде болсын көз дегенді қалай түсінемін? Бұл жерде көкіректегі көз деген жүрек көзі, ақыл көзі деген мағынада. Яғни, адам тек көзбен ғана емес, ақылмен, жүрегімен де дүниені түсінуі керек. Ол даналық, оймен көру дегенді білдіреді. Дәлелдеу үлгісі. Бұл дауысты У дыбысы, өйткені ол да дауыссыз дыбыстан кейін тұр, немесе ол сөз басында дауыссыз дыбыстан бұрын тұр. Бұл дауыссыз У дыбысы, өйткені ол дауыстыдан соң тұр, немесе сөз басында дауыстыдан бұрын тұр. 26-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздердің астын сыз. Жауаптардың сұрақтарын тауып айт. Өлеңнің авторы кім? Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер, білім оқумен табылатыны туралы айтылған. Өлеңдегі оқу, тоқу, шоқу сөздерін оқы, тоқы, шоқы сөздерімен салыстыр. Қандай өзгеріс байқадың? Сөздерді салыстыратын болсақ, өлеңде оқу, тоқу, шоқу, ал басқа сөздер оқы, тоқы, шоқы. Байқаған өзгерістер: У жалғауы қосылғанда оқу, тоқу, шоқу. Сөздер зат есім болып тұр. Мысалы, оқу процесс, ол іс-әрекеттің атауы. Жалғау жалғанғанда оқы, тоқы, шоқы сөздері етістік болады, яғни бұйрық рай. Яғни біреуге оқы, тоқы, шоқы деп бұйырып тұр. 27-ші жаттығу. Сөздерге У әріпін қосып оқы. Және сол сөздерді құрастырып, қатыстырып, сөйлемдер құрап жаз. Су, бу, қу, жау, зау. Сөйлемдер құрастыру. Кеседе ыстық бу шығып тұр. Әжем бақшаға су құйды. Қоян өте жылдам қу болып шықты. Әскер елін сырттан келген жаудан қорғады. Ерасыл науқастанып қалған еді, дәріден кейін қазір сау болды. Шығармашылық үзіліс. 28-ші жаттығу. Сызық бағытымен екі әріп тастай отырып мақал құрастырып көр. Дәптерге жаз. Құрастырған мақалыңның қандай мағына беретіні туралы өз ойыңды парталасыңмен бөліс. Сызық бағытымен екі әріп тастай отырып оқитын болсақ, оқусы, яғни оқу деген мағына береді. Мақал оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Мағынасы: бұл мақалдың мағынасы оқу арқылы білім аламыз, ал білім адамның өміріне жарық беретін шамшырақ секілді. Яғни оқыған адам өмірде дұрыс жол таба алады. Балалар, сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар.